Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетінің асқар шыны, поэзия пайғамбары және құлагер жырдан авторы. Ол сөзден сарай тұрғызған шебер, қазақтың күй өнері мен дала рухын өлеңмен өрген суреткер. Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы ретінде ұлттық әдебиетінің іргетасын қалады. Тағдыры тауқыметке толы болса да, оның отты жырлары халықтың жадында мәңгі қалды. Ілияс қазақ рухының ең биік шыны, мәңгілік жыр тұлпары. Арқанның аспанында аққан жұлдыз, сұлулық пен еркіндіктің символы құлагер. Бірақ бұл тек сал серінің хикаясы емес, ол қазақ даласындағы қастандық пен тазалықтың, көреалмаушылық пен тектіліктің мәңгілік айқасы. Құлагер ол жай ғана жылқы емес, ол ақанның қанаты, мұны мен қуанышы, оның шабысы желдің гуілі, оның тұяғының дүбірі даланың жүрек соғысы. Ол бәйгеге қосылғанда жер сілкініп шаң көкке ұшады. Сағынайдың асы, 300-дің баласы жиылған ұлы дүбір. Бірақ бұл тойдың соңы қасіретке оларысын кім білген? Батыраш пен Қарабай ішіндегі қара ниет, арамдық құрығын дайындап тұр еді. Олар тұлпарды емес, Ақанның жанын өлтірмек болды. Құлагердің құлауы тек Ақанның қасіреті емес, ол тұтас даланың күңіреуі еді. Ілияс Жансүгіров осы туындысы арқылы сұлулықты өлтірген сұмдықтың бетпердесін ашты. Батыраштың балтасы тұлпардың басына тигенмен, оның рухын, шабысын, еркіндігін тоқтата алмады. Бұл поэма өнердің өшпестігі туралы ұлы манифест. Ақынның отты жырлары арқылы біз надандық пен көреалмаушылықтың қаншалықты қауіпті екенін ұғамыз. Құлагер өлген жоқ, ол Ілиястың сөзінде, қазақтың қанатында, азаттылықтың үнінде қайта тірілді. Уақыт тозады, ескіреді, бірақ құлагер жыры мәңгі жас болып қала бермек. Өйткені бұл шындықтың азабы мен махаббаттың жеңісі туралы хикая. Ұлы туындының соңғы нүктесін оқырман ретінде сен қоюың керек. Парақта оқы және тектіліктің дүбірін өз жүрегімен есті. Бұл қазақ рухының асқақтығы мен сұлулықтың өлмес құдіреті. Бұл тек кітап емес, бұл сенің тарихын, бұл сенің болмысын. Ілияс Жансүгіровтың құлагерін оқу арқылы сен өз рухыңмен қауышасың. Шабысын тоқтамасын оқырман.